Так, балалар, мен сіздерге мынандай әрқайсыңызға мынандай парақ тараттым, тапсырмасы бар парақшы, екі тақырып бар. Микроәлем және макроәлем. Сосын екінші тақырып жер туралы мағлұматтар деген. Және қарасаңыздар, әр тақырыпқа 4 деңгейде тапсырмалар бердім. Мысалы, микроәлем бойынша бірінші деңгейде қара сұрақ. Микроәлем ұғымына нелер жатады? Сол сұраққа жауабын артына жаза берсеңіздер болады. Жауабын бүйтесіздер. Тақырып 1 дейсіздер, бірінші деңгей дейсіздер, сұраққа жауаптың ағы жазасыздар. Сөйтіп, дәл сөйтіп кете бересіздер. Екінші деңгей дейсіздер, сұрақтың жауабын артына жаза берсеңіздер болады. Пока что тақырып 1 бойынша жауаптар жаза беріңіздер. Тақырып 2-ні үлгерсек, тақырып 2-ге де жауап береміз. Хорошо? Сөйтіп, үлгермесек келесі жалғастырамыз. Сөйтіп не істейсіздер? Қараңыздар. Бірінші деңгейді бірінші орындайсыздар, екінші деңгейді сосын орындайсыздар, 3. Яғни біз не істейміз? Кезек-кезегімен орындаймыз. Бірден екінші деңгейден бастауға болмайды. Бірінші деңгейді орындап аламыз, потом екінші деңгейге көшеміз. Сөйтіп не істейсіздер? Орындаған соңшы, мына жерге бүйтесіздер. Аттарыңызды жазасыздар да, не істейсіздер? Бірінші деңгейді орындасаңыз, мына жерге белгілейсіз. Бірінші деңгей орындадым деп. Екінші деңгейді орындасаңыз, нақы белгілейсіз. Екінші деңгейдің 2 сұрағына жауап бердім. Үшінші деңгейдің 2 сұрағына жауап бердім деп, мына жерге белгілейсіздер. Хорошо? Әрқайсыңыз орындап болған соң. 4 деңгей бар. 4-інде орындасаңыздар, 10 балл қойып беремін. 4 деңгей бар. Қараңыздар, 3 деңгейді орындасаңыз 9 балл, 2 деңгейді орындасаңыз 7-8 балл, бірінші деңгейді орындасаңыздар 6 балл болады. Хорошо? Болды. Мына жерге аттарыңызды жазасыздар. Түсінікті ма бәріңізге? Кеттік. Так, балалар, кім қанша деңгейді орындап болды, соны мына жерге атымызды жазайық. И бірінші деңгейді орындап болсақ, птичка қоямыз. Екінші деңгейді орындап болсақ, птичка, 3-ке птичка, 4-ті де орындасақ, птичка қоямыз. Кеттік, шығып жаза береміз бәріміз. Шығып жаза береміз. Кеттік, шығып жаза береміз. Атын жаза береміз. Бірінші өз атын жазыңыз. Қанша деңгей орындап болды? 4-ке шейін неше қоясыз? 4-тің бәрін орындасақ, мына 10 балл болды. 4 көмектесіңізші. 4-ті көмектесіңізші. Мен 3-ті біттім, ағай. Болды? Мен 9-тен алып ал. Болды, нақа, сразу нақа. Бермей беріңіз. 1 мен 2-ді орындадыңыз, ә? 1 мен 2, да, кеттік, 1 мен 2. Ағай, мен ана 3-ші деңгейін Үшінші деңгейдің 2-ді орындадыңыз ба? Қанша деңгей орындадыңыз? Белгілейміз. 4 жас ба? 4-ші деңгейді белгілейсіз қазір. Орындадым деп. Иә, 4 орындасаңыз, нақа қарай белгілейсіз. Иә. Бұл бізде аяма.